102-ші сабақ таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер. Бірінші тапсырманы орында. Әлия ерекше жануарлар бейнеленген суретті іздеді. Ол 102-ші сабақ таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер. Бірінші тапсырманы орында. Әлия ерекше жануарлар бейнеленген суретті іздеді. Ол 3 сурет тапты. Бірақ сабаққа тек 2 сурет қажет. Ол 2 суретті қанша тәсілмен таңдай алады? Жануарлардың атының бірінші әріптерін белгілеп, барлық нұсқаларын жаз. Алдымен бізге салпы ерін берілген, оны С әрпімен белгілейік, ангорлық қоян А әрпімен белгілейік, және жалқау аң Ж деп белгілейік, және 2-2-де топтастырайық. Алдымен салпы ерінмен ангор, қоян, және салпы ерінмен жалқау аң. Келесі жалқау аң мен ангор қояны. Осылай 2-2-ден біріктіре аламыз. Демек, барлығы 3 нұсқа болады. Келесі екінші есеп тапсырманы орында. Торда сары, жасыл, көгілдір және көк тотықұс отыр. Айнаға тек 2 тотықұсты алуға рұқсат берілді. Айнаның қанша таңдау нұсқасы бар? Біз сары түсті тотықұсты С әрпімен белгілейік. Сары С, көгілдірді К әрпімен белгілейік. Және жасылды Ж әрпі. Ал көк тотықұсты Ө әрпімен белгілейік. 2-2-ден біріктірейік. Алдымен сары және көк түс, және сары жасыл түс, және сары көгілдір және көк. Келесі көгілдір мен жасыл түс, және көгілдір мен көк түс. Және соңында жасыл мен көк түс. Демек, бізде барлығы 6 нұсқа бар. Келесі 3-ші тапсырманы орында. 3528 санының цифрларының әрқайсысын орнын ауыстыра отырып алуға болатын осы санның өзінен үлкен қанша сан бар? Алдымен 3528 санын алайық. Және цифрлардың орнын ауыстыруға болады. Демек, бірінші 5-ті қояйық. 5328. Яғни берілген саннан үлкен. Және осы сандардың орнын ауыстырып көрейік. 5283 болсын. Және 5832, 5382. Және тағы да нұсқаларын жазайық. 5238 және 5823. 5 саннан басталатын сандарды жазып шықтық. Келесі екінші 3-тен кейінгі 5 саны үлкен еді және 8 саны үлкен. Демек, 8-ден басталатын сандарды жазып шығайық. Яғни 8235, әрі қарай 8253, және келесі 8352 және 8325. Келесі 8523 және келесі сан бізде 8532-ге тең болады. Демек, біз барлық нұсқаларды санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Демек, бізде барлығы 12 өзінен үлкен сан бар екен.
Төртінші тапсырманы орында. Арманға хайуанаттар дүкеніндегі балықтың 5 түрі ұнады. Балықтардың бағасы бірдей, бірақ оның 3 балыққа ғана ақшасы жетеді. Арманда балықтың 5 түрінен 3 балықты таңдаудың неше нұсқасы бар? Алдымен балықтың 5 түрлі нұсқасын жасайық. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесінші нұсқа. Енді осы 5 нұсқадан біз 3 нұсқадан таңдап алайық. Яғни 3 балықтан. Алдымен бірінші, екінші, үшінші нұсқа болсын. Бірінші, екінші, төртінші нұсқа, бірінші, екінші, бесінші нұсқа болсын. Келесі бірінші, үшінші, төртінші нұсқа, бірінші, үшінші, бесінші нұсқа болсын. Және бірінші, төртінші, бесінші нұсқалар. Енді екінші нұсқадан бастайық. Екінші, үшінші, төртінші нұсқа, екінші, үшінші, бесінші нұсқа және екінші, төртінші, бесінші нұсқа болсын. Және соңғы нұсқа үшінші, төртінші, бесінші нұсқа. Демек бізде барлығы 10 нұсқа бар екен. Келесі 5-ші тапсырма. Әртүрлі тәсілмен есепте тиімді тәсілдің астын сыз. Бірінші есеп 150 қосылған 20 бөлінген 5-ке. Тиімді тәсілмен есептеу үшін біз жақшаның ішіндегі сандарды 5-ке жеке-жеке бөлейік. 150-ді 5-ке бөлсек 30, 20-ны 5-ке бөлсек 4-ке тең, ал 30-ды 4-ке қоссақ 34. Келесі екінші 452 қосылған 148 бөлінген 2. Бұл есепте де дәл солай. Жақшаның ішіндегі сандарды 2-ге жеке-жеке бөліп шығайық. 452-ні 2-ге бөлсек, бізде 226 шығады. Ал 148-ді 2-ге бөлсек, 74 шығады. 226-ға 74-ті қоссақ, 300-ге тең. Келесі үшінші есеп 50 көбейтілген 2 қосылған 12. Жақшаның ішіндегі сандарды жеке-жеке көбейтейік. 50 көбейтілген 2 қосылған 50 көбейтілген 2. 50-ді 2-ге көбейтсек 100, 50-ді 12-ге көбейтсек 600, сонда 100-ге 600 қоссақ 700-ге тең. Келесі төртінші есеп 819 бөлінген қосылған 45 бөлінген 3. Жақшаның ішіндегі сандарды 3-ке жеке-жеке бөліп шығайық. 819 бөлінген 3, 45 бөлінген 3. 819-ды 3-ке бөлетін болса, 273-ке тең. 45-ті 3-ке бөлсек 15-ке тең. 273-ке 15-ті қоссақ 288-ге тең. Келесі 5-ші есеп 128 қосылған 172 қосылған 450 қосылған 50. Алдымен 128-ге 172-ні қосайық. Сонда 300-ге тең. Және 450-ге 50-ді қоссақ 500-ге тең. 300-ге 500-ді қоссақ 800 болады. 6-шы есеп 25 көбейтілген 6 көбейтілген 4. Біз 25 пен 4-ті көбейтейік, және оны шыққан санды 6-ға көбейтеміз. Көбейтіндінің орнына ауыстырғанмен мәні өзгермейді. Сонда 25-ті 4-ке көбейтсек 100, 100-ді 6-ға көбейтсек 600-ге тең. Және келесі есеп 50-ге 50-ді 4-ке көбейтейік. Одан шыққан санды 150 көбейтілген 4. 50-ді 4-ке көбейтсек 200, 150-ді 4-ке көбейтсек 600. 200-ге 600-ді қоссақ 800-ге тең. Келесі 50 көбейтілген 20-ны 5-ке көбейтсек 100-ге тең. 50-ді 100-ге көбейтсек 5000-ға тең. Келесі 45-ті 2-ге көбейтейік. 16-ны 2-ге көбейтейік. 45-ті 2-ге көбейтсек 90, 16-ны 2-ге көбейтсек 32, 90-ға 32-ні қоссақ 122-ге тең. 6-шы есеп есепті шығар, өзің осындай есептер құрастыр. Әлияның әртүрлі 4 көйлегі және 3 жұп туфлиі бар. Ол мерекелік кешке баруға жиналып жатыр. Не киетінін ойлануда. Әлия таңдаудың неше нұсқасы бар? Яғни Әлияда 3 жұп туфли және 4 көйлек бар. Демек,
3-ті 4-ке көбейтейік, бізде 12 нұсқа бар. Яғни, әр көйлекті ол 3 түрлі туфлимен кие алады, және оның 4 көйлегі бар, демек, барлығы 12 нұсқа болады. Келесі 7-ші есеп, есепте. Бізге өлшем бірліктер мен шамалар берілген, және орындайық. 2 километр 308 метрді 607-ге көбейтіп, одан 6 километр 864 метрді азайту керек. Ол үшін алдымен 2 километр 308 метрді метрге айналдырайық, яғни 2308 метр болады. Көбейтілген 607. Азайту 6 километрді метрге айналдырсақ 6864 метрге тең болады. 2308-ді 607-ге көбейтейік. Жетіні 8-ге көбейтсек 56, 7-ні 3-ге көбейтсек 21, 2-ні 7-ге көбейтсек 14, ойдағы 2 мен 6. Санды 0-ге көбейтсек 0-дің өзі, 6-ны 8-ге көбейтсем 48, 4 ойда 4-дің өзі жазылады. 6-ны 3-ге көбейтсек 18, ойда 8 жазылып 1 ойда. 6-ны 2-ге көбейтсек 12, ойдағы 1 мен 13. Қоссақ 6, 5, 9, 0, 0 және 14. Демек, бір миллион 400.056 метрден 684 метрді азайтамыз. Сонда бізде тең болады 1394.092 метр. Бұл бірінші есеп. Келесі екінші есеп. 16 килограмм 560 граммды бөлу керек жақшаның ішіндегі сандарға. Ең алдымен 16 килограмм 560 граммды жазып алайық. Бөлінген жақшаның ішінен 20 килограмм 560 граммнан 19 килограмм 640 граммды азайтсақ, бізде 920 грамм болады. Әрі қарай бөлуді орындайтын болсақ, 18-ге тең. Келесі үшінші есеп. 5 тонна 794 килограммға 781 центнерді қосатын болсақ, бізде 83.894 килограмм шығады. Яғни 1 центнерде 100 килограмм бар. Оны 26-ға көбейту керек. Яғни көбейтетін болсақ, 2181.334 килограмм шығады. Келесі төртінші есеп. Алдымен көбейтулерді орындайық. 4 сағат 18 минутты 950-ге көбейтейік. Яғни көбейтетін болсақ, бізде 3800 сағат 18 минут азайтылған. 182 сағат 24 минутты 12-ге бөлсек 15 сағат және 12 минут шығады. Ол сағатты сарына белгілейік. Және 15 сағат 12 минут. Әрі қарай бір-бірінен азайтатын болсақ, 3785 сағат минуттарды бір-бірінен азайтсақ, 6 минутқа тең. Келесі 8-ші есеп, есепті шығар. Бір фермердің сәбізден алған түсімі 90 центнер гектар, ал екінші фермердікі 105 центнер гектар. Екі фермердің әрқайсысына сәбіз егуге 6 гектар жерден бөлінген болса, онда қай фермер артық түсім алады және қаншаға артық? Яғни, бірінші фермер 90 центнер бөлінген гектар. Екінші фермер 105 центнер бөлінген гектар. Яғни, екі фермердің әрқайсысына сәбіз егуге 6 гектар жер берілген.
және онда қай фермер артық түсім алады және қаншаға артық. Яғни 6 гектар, демек, яғни сәбіз егуге 6 гектар болса, қайсы артық? Біз қайсының артық екенін білмейміз. Ең алдымен біз бірінші фермер қанша гектар жерге сәбіз егеді екен. Ол үшін 90-ды 6-ға көбейтеміз. 90-ды 6-ға көбейтсек 540-қа тең, яғни бұл бірінші фермердікі. Бірінші фермер 540 центнер түсім жинайды. Екінші фермердікін табу үшін 105-ті 6-ға көбейтеміз. Бұл 630 центнерге тең, яғни бұл екінші фермердің жинаған сәбізі. Қайсысы артық екенін табу үшін үлкеннен кішісін азайтамыз, яғни 630-дан 540-ты бізде 90 центнер шығады. Демек, 90 центнер артық, яғни екінші фермер 90 центнер артық жинайды. Келесі 9-шы есеп тапсырманы орында. Серік құлыпқа код орнатты. Оны ашу үшін 3 цифрдан тұратын комбинацияны теру керек. А нұсқасында, егер цифрлар қайталанбайтын болса, барлығы неше комбинация бар? Яғни 1, 2, 3 сандары цифрлар қайталанбайтын болса, демек 123 деген нұсқа болуы мүмкін, 132 және 213, 231. Әрғарай 3-тен бастайық, 312 және 321. Демек, 6 нұсқа болуы мүмкін. Келесі, ә нұсқасында серіктің құлпының коды 300-ден артық болатын жұп сан. Яғни біз берілген сандарға қарайтын болсақ, 300-ден артық 2 сан бар, 312 және 321. Бұның ішіндегі жұп сан, яғни 312 болады. Және бұл нұсқасында өзің цифрлар комбинациясын құр, шыққан санды тосыңа қандай комбинация құрастырғаныңды таба алатындай сипатта. Яғни біз кез келген цифрлардан комбинация құрайық, мысалы 4, 5 және 6 сандарынан осындай комбинация құрсақ. Сонда, мысалы, 456, 465, келесі 546, 564 болсын, және 654, 646 деген сандар нұсқалар болуы мүмкін. Келесі 10-шы есеп ойлан және жауап бер. Балалар театрына кіреберістегі киім өткізетін орынға 4 бала қалпақтарын беріп, шығарда қайтып алды. Олардың әрқайсының бөтен қалпақ алуының қанша нұсқасы бар? Яғни, бірінші адам, яғни бірінші бала өзінікінен басқа, өзінің қалпағын алудан бөлек 3 баланың қалпағын ала алады. Яғни, 3 бөтен қалпақ ала алады. 3 бөтен қалпақ. Демек, біз 4 баладан бір баланың нұсқасын алып тастайық, және әрқайсысы 3 бөтен қалпақ ала алатын болса, онда 4-тен 1-ді азайтсақ 3, 3-ті 3-ке көбейтсек 9, демек барлығы 9 нұсқа бар. Келесі 11-ші тапсырма. Дүкенде әртүрлі 4 саптаяқ бар, және 4 тәрелке бар. Неше тәсілмен саптаяқты тәрелкемен бірге сатып алуға болады? Яғни, бір саптаяқпен 4 тәрелкені сатып алуға болады. Яғни, 4 түрлі тәрелке дейік немесе. 4 түрлі тәрелке. Демек, бір саптаяқ 4 түрі тәрелкемен болса, онда 4 саптаяқты табу үшін 4-ті 4-ке көбейтейік. Сонда бізде 16 нұсқа бар.